Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен қысқа дайындыққа арналған ең сәтті шығатын рецептімен бөлісемін. Таңғы асқа тостпен жеуге таптырмайтын өте дәмді тағам алхоры джемі. Сондай-ақ бұл джемді кез келген тәтті бәліштер мен пісірмелерге қоссаңыз, дәмі ерекше болады. Бізге қажетті ингредиенттер: 1 кг алхоры, яғни чернослив сорты, және де 1 кг шекер. Алдымен алхорларды жақсылап 2-3 қайтара жуып аламыз. Ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Сүйегін пышақтың көмегімен алған ыңғайлы болады. Алхорларды сүйектерінен тазалап болғаннан кейін түбі қалың кастрюльге саламыз. Себебі ыдысымыздың түбі жұқа болса, отқа қойғанда тез күйіп кететін болады. Ыдысты орташа отқа қойып, қақпағын жауып, қайнау деңгейіне жеткіземіз. Содан кейін отты бәсеңдетіп, 15 минут қақпағы жабулы күйінде араластырып отырып қайнатамыз. Ең бастысы артық қайнап кетпеу керек. Соның арқасында өзінің табиғи түсін, хош иісі мен дәмін сақтайды. Езілген алхорларды блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Үстіне шекерді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ыдысты орташа отқа қойып, қайнау деңгейіне жеткіземіз. Содан кейін отты бәсеңдетіп, 15 минут бойы үздіксіз араластырып отырып қайнататын боламыз. Дайын болған ыстық джемді бірден стерилденген банкаларға құямыз. Банкалардың қақпағын жауып, ішінде бу, яғни конденсат жиналмас үшін төңкеріп қоямыз. Үстін сүлгімен жауып, толық суығанша қалдырамыз. Енді таңғы асқа сармай жағылған тосттармен, құймақтармен бірге дәмді әрі қою джемнің рахатын көруге болады. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеом ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.